Осындай СО датчик, контроллер 2 в 1. Мына негізі сертификатталған тауар екен. Өзінің сертификаты калибровочный. Калибровка жасалынған. Сондай контроллер. Модели AZ7530 деген 5000 ppm-ға дейін көрсетеді көмір қышқыл газын. Және де бұны контроль жасайды. Бұл жерде тағы да көрсетіп кететін жағдай. Бұл жерде көбінесе және теплицаға қолданады, бройлерлардың тұрған жерлеріне қолданады, үйде де қолданады, помещениеде қолданады. Және сияқты қарасаңыздар, суретінде жазылған контроллерге қалай қосамыз, сол жайлы бүгін түсіреміз. Орысша версиялары да бар, бірақ енді бұл қымбатырақ контроллер болғасын, бұны көбісі ала бермейді. Мынандай ағылшынша тілінде настройкалары бар, инструкциясы. Мына өзінің датчигі. CO2 датчик. Бұның ұзындығы біраз ұзынға дейін барады. Контроллердің өзі. Қазір қосамыз, көрсетеміз. Контроллердің өзінің питаниясы. Мұны жәнегі нагрузкаңыз, егерде датчикке вентилятор қоссаңыз, жәнегі вентиляцияға сонда мұна өзіне қоса берсеңіз болады. 16 амперге дейін нагрузка көтере алады, бірақ нежелательно. Қазір стопты басып, контроллерді қосып көрейік. Қостық, кабельдің өзі 1 метрдай питаниясы, және де датчиктің ұзындығы да 2 метрдай, ұзындығы негізі. Және де нагрузка қосылатын біздің розеткамыз тоже 1 метрдай. Бізде көрсетіп тұр, қазір текущий 690 ppm-ді көрсетіп тұр. Output деген яғни выход, қазір нагрузкаге команда кетті, қосылып тұр деген сөз. Яғни настройкалары әзірге білмедім, бірақ болашақта тағы да қосалқы көрсете жатармыз. Жерде жоғары төмен ppm-ді және задавать етесіз. Настройканы қалай қосу керек екен. Датчик. Датчиктің қосындысы. Міне осындай модель. Профессиональный. Бұл негізі 5000 ppm-ға дейін AZ7530 деген сертификатталған тауар. Және де айтқандай, бұл негізі бұлындай контроллерлер 2003 жылдан бастап шықты ма, әлде 2013-тен ба, сондай несі бар. Өте жақсы өзін көрсеткен. YouTube-та тапсаңыздар да болады. Ақшаны көрсетсек. Іліп қойса да болады екен артын.